Құмырсқаның қанағаты. Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан жануарлар мен құрт құмырсқаның тілін біледі екен. Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатады. Жарты жолға келгенде ат шалдырып демалып отырса, кішкентай бір құмырсқа дән тасып жүр екен. Оны жерден көтеріп алады да алақанына салып тұрып: «Кәне құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың?» деп сұрайды. «Илеуіме апарамын» дейді құмырсқа. «Оны қайтесің?» деп адам сұрайды. «Кейінге сақтап қоям» дейді құмырсқа. «Көп жинайсың ба?» деп адам сұрайды. Құмырсқа өз шаруасының жайын былайша баяндайды. «Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қысты күні қаннен қаперсіз тынығып жатам». Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастайды. «Басың неге үлкен? Аз сөйлеп көп ойлайым. Белің неге қылдырықтай? Қомағай емеспін. Жылына қанша дән жейсің?» «Бір дән жейм». «Соған қанағат етесің бе?» «Одан көп жесем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой». Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа бір дән салады да құмырсқаны соған қамап қояды. Сонан соң су тимейтін бір жайлы жерге орналастырады. «Бір жылдан кейін келем, жейтін дәнің бар, қамсыз жата бер» дейді данышпан құмырсқаға ескертіп. Осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. Бір жыл өткен соң данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Өзі қойып кеткен жерден қорапты тауып алады. Құмырсқаның өлі тірісін білмек болып қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына қалдырған жалғыз дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан: «Ей, құмырсқа!» депті мұның себебін білгісі келіп. «Сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей жартысын қалдырғансың? Не үшін сонша үнемдедің?» Сонда құмырсқа былай депті: «Айтқаның дұрыс. Мен жылына бір дән жеймін, ол рас. Ал сен болсаң мені қорапқа салып қамап кеттің. Сыртқа шыға алмайым. Егер сен мені қамаудан босатуды ұмытып кетсең, тағы да бір жыл қамауда жатуға тура келер еді. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлетін едім. Соны ойлап, қанағат еттім». Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай берік қанағатына қайран қалыпты. Оны қамап кеткеннің қиянат болғанын, азапқа салғанын енді түсініп: «Менің істегенім дұрыс болмапты. Кешір» деп құмырсқаны қамаудан босатып жіберіпті. Содан бастап данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйреткен екен.